Қайырлы күн, қымбатты менің көрермендерім, сіздермен Сарыағаш тәттілері. Бүгінгі бағдарламада мен сіздермен бір рецептен осындай 2 нан, 7 шелпек және кереметтей бауырсақтар шығатын, әдемі, өте дәмді болып шығатын рецептпен бөлісемін. Және де осы бауырсақтарымызды, 7 шелпектерімізді жасай отырып, кереметтей қиссалардан баяндап отырайын. Бүгінгі қиссамыздың тақырыбы 7 шелпектің шарапаты. Баяғыда бір жолаушы келе жатып сандық тауып алады. Ашып қараса, алтын тас жатыр. Құдайым жоқ жерден берді ғой деп шаттанған бейбақ алтынға қолын соза бергенде, алтын тас үлкен жыланға айналып өзіне тап береді. Ей бейшара, не тапсаң да өз сорыңнан көр. Сандықта жатып 1000 жыл бойына біреу мені босатса, алтынмен аптап, күміспен қаптаймын деп тіледім. Ешкім құтқармады. Бүгін кім-дегім құтқаратын болса, соны жұтамын деп серт бердім. Сен кезіктің, енді сертімді орындаймын, дейді. Жолаушы шыр-пыр болып жалынса да, жылан көнбейді. Кенет оның көзі 30 жолаушыны шалады. Қуанған жолаушы олардан араша сұрайды. Олар жыланнан қорқып, бұл жылан алып екен, бұған шамамыз жетпес, деп кетіп қалады. Жылан жақындай түседі. Бейбақ, өлген жерім осы болды ғой дей бергенде, тағы да 5 кісінің сұлбасы көрінеді. Жолаушы құтқар деп жалынады. 30-дың шамасы жетпегенде, бізден не күтесің? Деп олар да кетіп қалады. Жылан төне түседі. Бейбақ иманын үйрет. Сол кезде бір аласа бойлы адам келе қалады. Ей жылан, мына бейбақтың не жазығы бар? Деп сұрайды. Жылан мән жайды баяндап, 30-дан қайыр 5 жаннан пайда болмағанда сен не істей аласың, жоңына қалма, дейді. Алас адам, ей жылан, жазықсыз жанға жала жаппа, өтірігіңе сенбеймін. Айтқаның рас болса, мына денеңмен кішкене сандыққа қалай сыйдың? Көз көрмей, құлақ сенбейді, дейді. Жылан бұлқан-талқан ашуланып, сандықтан қалай шықсам, солай сыйып та кетемін, дейді де түтінге айналып, жоғары көтеріліп сандыққа кіріп кетеді. Аласа адам сандықты тарс шауып, жыланнан құтылдың, енді жолынан қалма, дейді. Жолаушы қуанып, айлаңды асырдың батыр, қарыздармын, жөніңді айт, кімсің, дейді. Бұл жылан орынсыз айтқан өз сөзің. 10 бәленің 9-ы тілден, орынсыз сөз иесін табады. Ақылды адам тілін буады. 30 кісі ұстамаған оразаң, 5 кісі қаза қылған 5 уақыт намазың, құлшылыққа салғырт қарадың, осылардан қайран болмады. Бірақ сен жұма сайын 7 шелпек пісіріп, кедей-кепшіктерге садақа бердің. Мен өзің пісіріп таратқан 7 шелпекпін. Сені құтқаруға Құдай жіберді, депті. Келесі қиссамыздың тақырыбы өлі риза болмай, тірі баймайды. Бір күні Ғайса моланың жанынан өтіп бара жатып, қабірдегі әруақтарды көрді. Олар жиналып, жақсы сұхбат құрып отыр екен. Ішінде бір әруақ басы салбырап, көңілсіз отырды да. Ғайса, сенің неге көңіл-күйің жоқ? Басқалар бүгін шат-шадыман отыр ғой, деді. Олардың ұрпақтары ата-аналарын есіне алып дұға жасады, садақа таратты. Мені ешкім есіне де алмады, дейді. Ғайса, артыңда тұяқ қалып па еді? Дейді. Бір балам бар, бірақ оның жағдайы жоқ, деді. Ғайса ол баланы іздеп табады. Ол бір асханада ыдыс жуады екен. Ғайса оған, о дүниеде әкеңнің ахуалы нашар, әкеңе дұға жасап, артынан садақа бер, деді. Ұлы, шамам жетпейді, күн көрісім қиын, деді. Бір амал жаса, ұлы Алла ниетке береді. Итке жуынды берсең де садақа ата, деп Ғайса кеңес берді. Ұлы садақа бермекке ниет етті. Ол сол күні кешке асханада қалған қиқым қалдық пен жуындыны жинады. Аулада жатқан қотыр итке тамақ берді. Ит тойған соң аспанға қарап ұлыды. Біраз уақыт өткен соң Ғайса моладағы әруақтарды тағы көрді. Бәрі шат-шадман екен. Ғайса бұрынғы аруаққа, бауырым, жағдайың түзелді ме?
деді. «Иә, менің де соңымнан қайырлы дұғалар жетті. Ұлым бір итке садақа беріпті. Иттің разылығынан ұлық Алла маған да риза болды. Мейірімді Алла менің де ақымды толтырып берді. Ұлыма дән ризамын» депті. Осыдан соң ұлының да ісі алға басып, жағдайы түзеліпті. Өлі риза болмай, тірі баймайды деген сөз осыдан қалған екен. Ал достар, мінекей біздің қиссаларымыз осымен тәмам. Мінекей біздің өте кереметтей әдемі нанымыз және жеті шелпегіміз, бауырсағымыз да міне пісіп қалды. Міне осындай әр жұма сайын әруақтарға Құран бағыштап, жеті шелпек пісіріп, үйден иіс шығарып отырғанның міне біз қиссадан қандай кереметін көріп отырмыз. Сол сияқты үйдегі отырған балаларымызға да осы қиссаларды айтып, оның мәнін түсіндіріп, не үшін біз пісіруіміз керек, не үшін жұмада жеті шелпек тарқатып, не үшін Құран оқуымыз керек, міне не үшін деген сұраққа жауап тауып алсақ, осы қиссалардан өте керемет балаларға да өзімізге де түсінікті болары сөзсіз. Ал енді мінекей менің өте әдемі шелпектерімді көре отырып, менің де баламның айтқан міне дұғасын, батасын, оқыған Құранын, әруақтарға бағыштаған Құран сіздер де тамашалай отырыңыздар. Ал достар, менің видеоларым, осы қиссаларым ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. Асың асыңа, бақыт қонсын басыңа, таң мезгілі болғанда, қарғауылдай қорғалып, беденіңізде жорғалып, қызың қасың, дастарханың мол болсын, денсаулығың зор болсын, қайда барсаң алның, жарқыраған жол болсын, армандарың алның, саған шық қол берсін, жоспарың саған қол болсын, ең толған қол болсын, жүрегің толған болсын. Аумин, Аллаху акбар. Осы оқыған Құранымда, осы өмірде өткен мұсылмандардың әруағына бастаймын. Және де Тұрағұлы Бұхарбай атамның әруағына бастаймын. Аумин. Жұма мүбәрәк болсын. Аумин.